Иван тісе күн бойы ауырып жүрді. Сол үшін Иван оны емдеу керек болды. Және осы жақында жаңа емхана ашылған, және адамдар ол жерге отбасыларымен баратын. Дәл келесі күннің сағат 12-те ол күту залында отырды. Ол жерде әртүрлі жастағы кісілер отырды. Бәрі өз кезегін күтті. Жігіттің қолы кішкене дірілдеп тұрды, ал кабинеттен қыздың айқайлаған дауысы мен машинканың жағымсыз дауысы естілді. «Мүмкін бірінші рет шығар», деді жігіттің қасында отырған қартайған әже. «Мүмкін», деп мыңылдады Иван. Кішкене уақыт өткен соң тыныштық орнады. 20 минуттан соң кабинеттен қыз шықты. Оның түрі күдікті, ал көзі біртүрлі болды. Міне бітті. Иван күлкісі келіп ақырын қорқылдады. «Сіздің кезегіңіз, кезекті ұстамаңыз», деп анық айтты. Иван кабинетке кірді. Қол жуғыштың қасында арқаға қарап дәрігер тұрды. Мүмкін қолын жуған шығар. «Отырыңыз». Иван креслоға отырды. Одан не болған және не алаңдататынын сұрап укол салды. Осы кезде оның денесі босаңсыды. Қолдары мен аяғы сезілмей қалды. Бір түрлі сезім болды. Баяғыда сезбеппін. Дәрігер Иванға жақындады. «Қазір кішкене ауырады». Тіс дәрігері маскасын шешті, және Иванның зәресі ұшып кетті. «Немене? Бұл мен түсім бе?» Иван тұруға тырысты, бірақ аяқ қолы оны тынамады, және оған айқайлау ғана қалды. Осы сәтте дәрігер машинканы қосып, дауыс біреу болып араласты. Ал Иванға көмексіз жатып, не болғанын бақылау ғана қалды. Кішкене уақыттан соң ол шықты. «Міне болды, ал сен қорыққансың. Айттым ғой, бұл жақсы емхана деп». «Иә, жақсы. Енді таңертең Иман, кешке Иван болатын болдым».